Авторлық әңгімем ашық айна. Бұрында бір досымның атасы қайтыс болған еді. Ол олардың отбасының өте маңызды мүшесі болған сияқты. Сондықтан олар жоқтап артынан жылап жаназасын өте қайғылы түрде өткізді. Бұл өте қорқынышты болды. Тіпті анасы бірнеше рет қатты жылағаннан есінен танып қалды. Ал әкесі мүлде сөйлемей қойды. Досым бұған қатты таң қалды, себебі ол атасын ешқашан жақсы көрмеген еді. Дәлірек айтсақ, ол оны өте сирек көрген, оның үстіне өте ертеде бала кезінде, сондықтан қайғыратын ештеңе жоқ деп есептеді. Ал ата-анасының әрекетіне таң қалды. Жаназа ауылында қара шаңырақта өтті. Бұрынғы аталары да сол жерде өз ауылында жерленген екен, бірақ досымның ата-анасы тіпті қаладағы пәтерінің айнасын шүберекпен жауып, ұлына да осылай істеуді бұйырыпты. Оған мен айтып өткенімдей, досым үшін біртүрлі және ақылға қонымсыз нәрсе болып көрінді. Қартайған шал қайтыс болды. Бұл қарттар үшін қалыпты жағдай. Жасы жеткен, асарын асаған, жасарын жасаған адам болса, неге сонша қайғы-қасіреттену керек, деп ойлады досым. Әрине, ол ешқашан пәтерінде айнаны жаппаған. Бұл жолда ештеңеге мән бермей айнаны жаппады. Сөйтіп, жерлеу рәсімінен кейін арадан бір апта өтті. 8-ші күні досымның бөлмесіндегі айна кенеттен толығымен қап-қара болып кетті. Оны алып кәдімгі қап-қара краскамен бояп тастағандай. Досым оны көріп есеңгіреп қалды. Ол күні бойы қорқып жүрген, бірақ ата-анасына ештеңе айтпаған. Айнаны шкаф тартпасына салып, сыртынан кілтпен құлыптап қойғанын айтты. Күні бойы қасымда отырды. Бірақ мен бұған сене қоймадым, өйткені ол маған мас күйінде келді. Қара айнаны көрген ол қатты қорқып, ішімдік пен қорқыныштан арылайын деген екен. Сөйтіп, ол менің үйімде кешке дейін ұйықтады. Сосын оянып, 1,5 сағаттай интернеттен айналар, өлгендердің елесі және тағы басқа сол сияқты мәліметтерді оқып отырды. Сосын үйіне кетті. Мен оны келесі күні кездестірдім. Досымның көзі қызарып, түсі көгеріп, ерні құрғап кеткенін байқадым. Ол түні бойы ұйықтамағанын айтты. Үйінің жарығын жағып отырыпты. Сонымен қатар өзін алдау ойын басқа жаққа айналдыру үшін кітап оқыпты. Ол үстелдің құлыпталған сөресін ұстамақ түгілі жақындамағанын қарағаным жоқ дейді. Бірақ түн ортасы шамасында жарық өзінен өзі 1-2 минутқа сөніп қалған. Содан кейін бұл жарты сағат сайын қайталанып, таңғы сағат 4-ке дейін осылай жалғасқан. Қараңғыда ол аяқ дыбысын естіген, бірақ жарықтың жоқтығын байқап, әбігерге түскен көршілерім болар деп ойлаған. Бірақ естеріңізге сала кетейін, түн тым кеш болған, көршілердің бәрі ұйықтап жатқаны анық еді дейді досым. Оның үстіне сол уақытта ұялы телефоным 2 рет шырылдады. Екеуінде де абоненттің нөмірі жасырын болған. Ол телефонға жауап бергенде трубканы қоя салған. Осылайша досым таңертең ұйықтап қалған. Сөйтіп түсінде қайтыс болған атасын көрген. Атасы қандай да бір әскери киім кигенін көріпті. Бірақ көздерін көрмепті. Көздерін қандай да бір перде жауып тұрғандай болған. Атасы алыстан қол бұлғап, тұманға сіңіп еніп кеткен. Досым түске жақын бірақ оянған. Шкафына жақындай бергенде тартпасының құлпы ашық тұрғанын көрген. Осы кездегі үрей ең қаттысы болды дейді. Ол тартпаны ашып, айнаны қараса, қап-қара емес, кәдімгідей қалыпты жағдайға қайта енген екен. Алайда досым оны осыдан кейін пайдаланғысы келмей, лақтырып жіберіп, басқасын сатып алды. Осыдан кейін досым қандай туысы қайтыс болса да айнасын матамен жауып тастайтын болды. Айтып берген әңгімесіне қатты сенбесем де, менің де бойымды үрей басып, қайғылы оқиғалар орын алғанда айнаның бетін жабатын болдым. Әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеле кетіңіздер. Бастарыңыздан өткен осындай қорқынышты оқиғалар болса, комментарийге қалдырыңыздар. Келесі шығарылымдарда жариялайтын боламын.